Сәлем құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда сіздермен жүйке жүйесінің бөлімдері жұлынмен танысамыз. Оқуымыздың мақсаты жүйке жүйесінің қызметін және де құрылымдық компоненттерін атау. Ендеше сабағымызды бастайық. Жалпы жүйке жүйесі ол адам ағзасы үшін адамның тіршілігіндегі ең маңызды жүйелердің бірі деп айта аламыз. Яғни жүйке жүйесі ол біздің организмімізді басқарып отыратын жүйе. Жүйке жүйесін негізінен біз бөлімдерге жіктейді екенбіз. Яғни біріншісі ол орналасуы бойынша. Жүйке жүйесі бізде орталық жүйке жүйесі және де шеткі жүйке жүйесі болып екі топқа жіктеледі. Орталық жүйке жүйесіне қандай бөлімдер кіреді? Бізде орталық жүйке жүйесіне ми және де жұлын кіреді. Ал шеткі жүйке жүйесіне орталық жүйке жүйесінен басқа барлық жүйкелер мен жүйке талшықтары, жүйке түйіндері кіргізіледі. Енді келесі ол атқаратын қызметі бойынша. Яғни атқаратын қызметі бойынша жүйке жүйесін біз сомалық және де вегетативті немесе автономды деп жіктейміз. Сомалық жүйке жүйесі ол қанға бұлшықеттерін бақылай алады, яғни бұл адамның еркіне сай қозғалыс. Ал вегетативтік немесе автономдық ол ішкі мүшелерді бақылау, яғни еркінен тыс. Және де осы вегетативтік немесе автономдық жүйке жүйесін өз ішінде екіге бөлеміз. Біріншісі ол симпатикалық жүйке жүйесі, парасимпатикалық вегетативті жүйке жүйесі. Жалпы айттық, жүйке жүйесі ол адам ағзасындағы ішкі мүшелеріміздің жұмысын үйлесімді реттеп отыратын және де біздің ағзамыздың біртұтастығын қамтамасыз ететін жүйке жүйесі болып табылады. Енді осы жүйке жүйесі адам денесінде белгілі бір ұлпалардан түзіледі, ал ол ұлпалар белгілі бір жасушалардан құралатын болып табылады. Яғни оларды жүйке жасушалары деп атаймыз. Жүйке жасушаларына бізде не жатқызылады? Бізде ол жүйке денесінен және де жүйке денесінің ұзын және де қысқа өсінділерінен тұрады. Яғни суретте көрсетілгендей, бізде ең алдымен жасуша денесінен құралған. Жасуша денесі бізде цитоплазмада және ядродан құралған болып табылады. Жасуша денесінің қысқа өсінділерін біз дендриттер деп атаймыз, ал ұзын өсінділерін біз аксон деп атаймыз. Яғни осы нейронның денесіндегі ұзын өсіндісі аксон бізде ми мен жұлынның кез келген бөлімімен байланысуда қызмет атқаратын болып табылады екен. Бұл суретте жүйкенің негізгі құрылысы көрсетілген, яғни қан тамырлары және де жүйке талшықтарының шоғынан құралады екен. Енді осы орталық жүйке жүйесінде негізгі маңызды бөлімнің бірі ол жұлын екенін білеміз. Яғни жұлын бізде цилиндр пішінді болып келеді. Оның салмағы негізінен 34-38 граммды құрайды және де ұзындығы 42-45 сантиметрге дейін жететін болып табылады. Жұлын бізде жоғарғы шеті сопақша мимен, ал төменгі шеті екінші артқы омыртқаға дейін созылып жатады екен. Енді бұл суретте біз жұлынның құрылысымен танысамыз. Жұлын бізде ең алдымен жұлынның орталық өзегінен тұрады. Яғни ол жерде өзекте жұлынның сұйықтығы сақталатын болып табылады. Одан бөлек біз жұлынның сұр заттан тұратындығын білеміз, яғни ол көбелек пішінді болып келеді, және де сұр заттың сыртын қоршай бізде ақ зат орналасқан. Одан бөлек жұлынның құрылысына жұлынның жүйкесін, артқы түбірді, алдыңғы түбірді жатқызамыз, және де жүйке түйіндерін, сонымен қатар жұлынның алдыңғы тік жүлгесін жатқызамыз. Осылардың барлығы бірігіп келіп жұлынның құрылысын құрайтын болып табылады. Жұлын бізде негізінен екі маңызды қызмет атқарады. Біріншіден ол бізде рефлекстік қызмет және де өткізгіштік қызмет. Яғни біз айттық қой, ағзалардың тіршілігінің әрекетіндегі барлық нәрсені жүйке жүйесі басқарады деп, және де соны біз рефлекстік реттелу деп атайды екенбіз. Бұл суретте бізде рефлекстік доға көрсетілген, яғни рефлекстік доғаның бөлімдері, сонымен қатар білекті бүгу рефлексінің 3 нейрондық күрделі рефлекстік доғасы көрсетілген. Ең алдымен рефлекстік доғаның бөлімдеріне тоқталайық. Біріншіден рефлекстік доғаның бөлімдері бізде жүйке ұштарынан тұрады, одан бөлек сезгіш жүйке талшықтарынан құралады.
одан кейін жұлынның көлденең кесіндісінен, одан бөлек қозғалғыш жүйке талшығынан және де бұлшық еттен құралады. Енді біз суретімізде білекті бүгу рефлексін көрсек болады. Яғни бұл жерде білекті бүгу рефлексі қалай жүреді? Негізінен мысал алып қарасақ, сіз қандай да бір ыстық затқа, қайнап тұрған, мысалы, чайникке қолыңызды тигізген кезде, сізде міндетті түрде рецепторларыңыз арқылы, яғни сезгіш нейрон арқылы бізде жұлынға, орталық жүйке жүйесіне сигнал барады да, ол бізде байланыстырғыш нейронмен жалғасын табады. Сол жерде қозу процесі жүргеннен кейін қозғалтқыш нейрон арқылы ол бұлшық етке келіп тоқтайды. Яғни бұлшық ет бізде жиырылады да, сіз қолыңызды бірден тартып аласыз. Міне осы бізде білекті бүгу рефлексін құрайтын болып табылады. Және де рефлекстік доғада бізде тізені жазу рефлексі де бар. Бұл екі нейрондық қарапайым рефлекстік доға деп аталынады. Бұл жерде де өте қарапайым. Мысал алатын болсақ, сіздер отырған кезде тізеңізді неврологиялық балғамен соққан кезде сізде жаңағы рецепторларыңыз арқылы, сезгіш нейрон арқылы бізде орталық жүйке жүйесіне сигнал барады. Сол жерде қозу процесі талқыланады да, ол қозғалтқыш нейронмен байланысып, сол қозғалтқыш нейрон арқылы бізде бұлшық етке келеді. 4 басты бұлшық ет жиырылатын болып табылады. Осы кезде сіз тізеңізді бірден жазып қаласыз. Бұл тізені жазу рефлекстік доғасы деп аталынады. Енді сабағымызды қорытындылай келе, негізінен сәйкестендіру тесті дайындалған болатын. Яғни бұл жерде сұрақтар берілген, бос орындарға сәйкес сөздерді сәйкестендіріп жазу керек. Оны сіздер комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Негізінен бүгінгі сабағымызда біз сіздермен жүйке жүйесінің бөлімдерін, яғни атқаратын қызметі бойынша және орналасы бойынша қалай жіктелетіндігін, соның ішінде орталық жүйке жүйесінің негізгі бөлімі жұлын мен жұлынның рефлекстік қызметімен таныстық. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.